мен 2025 жылды жұмысшы мамандықтары жылы деп жариялаймын. Еңбек адамының оң имиджі қалыптасып жатыр. Президент биылғы жылды жұмысшы мамандықтар жылы деп бекітті. Барлық өңірлер Тоқаевтың тапсырмасын орындауға кірісіп кетті. Ал Жамбылда қандай мамандықтарға басымдық берілмек? Биылғы жылы 51 инвестициялық жоба 1594 бос жұмыс орнымен, жаңадан ашылатын жұмыс орнымен жұмысшы мамандығы ұсынылып отыр. Өткен жылы колледждің жұмысшы мамандығы бойынша 27 түлегі 11 жұмысшы мамандығы бойынша нәтижелі жұмысқа орналасқан болатын. Бұдан бөлек әрине жұмысшы мамандығының имиджін ілгерілету мақсатында халықаралық облыстық шаралар жүзеге асады. Агроскилс, вордскилс, жасскилс бұл біздің жоспарға сәйкес жүргізілетін болады. Биылғы жыл жұмысшы мамандықтар жылы деп бекітілгелі техникалық білім беретін колледждердің бюджеті 2 есеге ұлғайыпты. Бұл өз кезегінде білім ордаларының материалдық техникалық базасын жаңартуға зор мүмкіндік деп отыр басшылар. Жұмысшы мамандықтар жылына байланысты Жамбыл политехникалық жоғары колледжінде өткен жылғы су тасқынына байланысты кадр тапшылығы байқалған болатын облыста. Осыған орай су шаруашылығына қажетті жұмысшы мамандарды даярлау үшін жаңа мамандық ашылады осы су шаруашылығына байланысты. Жалпы жұмысшы мамандықтар жылына байланысты бізде енді көптеген іс-шаралар жоспарлап отырмыз. Оның негізгісі бізде колледж халықаралық аккредитациядан өту. Биылғы жұмысшы мамандықтар жылына байланысты бұл жерде биыл жалпы колледждерде қаржыландыру жамбасына байланысты жүреді. Сол бөлінетін қаражаттың мөлшерін биыл 2 есеге арттырып отыр.